маған айтады, кім айтты дейді. Мен емес айтқан, мен жаттап алған адаммын, мен тек. Сыпыра айтқан дедім. Сыпыраны тауып бер дейді. Ол 15-ші ғасырда өмір сүрді. Не істейсіз десем, ол сотқа беремін дейді. Мына 15-ші ғасырда өмір кешкен Керей мен Жәнібекке кеңесші болған Сыпыра деген ақпа жырау болған. Сол кісі айтады: қан баласы қанға ұқсар, биік-биік шыңға ұқсар. Бай баласы байға ұқсар, байлаулы тұрған тайға ұқсар. Би баласы биге ұқсар, алты қанат үйге ұқсар. Құл баласы құлға ұқсар, мал таптаған гүлге ұқсар. Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады. Асылдан асыл туады, жалқаудан масыл туады. Сараңнан бермес туады, соқырдан көрмес туады. Қыдырмадан кезбе туады, мылжыңнан езбе туады. Ақыннан өлең туады, батырдан бедел туады. Палуаннан алуан туады, алуаннан оғлан туады, оғланнан қобылан туады. Иттен ит туады, боқ жейтұғын, қасқырдан қасқыр туады, қой жейтұғын деген екен. Сол айтпақшы, енді кімнен кім туылады дегенде сұраған ғой. Сөйтсе, жақсы мен Жайсағанға былай деп жауап берді: 10 ұлы бардың ақ ордадан ескем, 9 ұлы бардың төреден ескем, 8 ұлы бардың сұлтаннан ескем, 7 ұлы бардың жерлің оңынан соқпай ма, 6 ұлы бардың арманы бар ма, 5 ұлы бардың сөзінің жалғаны бар ма, 4 ұлы бардың 4 құбыласы тең болар, 3 ұлы бардың өкпе бауыр жалы әлі бар, 2 ұлы бардың әлсін әлі бар, жалғыз ұлы бардың шығар шақпас жаны бар, ұлы жоқтың өмірінің қандай сәні бар деген. Сөйткен екен, жұрттың бәрі басын шайқап не. Сөйтіп бір жиында мен осыны айтқам. Бір әже кеп өксігін баса алмайды. Балам жаңағы сөзді айтпай қалса болмайсыз бе? Қай сөзді? Мен 6 сағат сөйледім әже дедім. Қай сөз? Жаңағы менің әкем мен шешемден 3 қызбыз. Ол жоқ. Сонда менің әке шешем жайдан жайға өліп кетті ме дейді. Мен білмеймін, кешіресіз дедім. Енді жаңа айттыңыз ғой, ұлы жоқтың өмірінің қандай сәні бар дедіңіз ғой дейді да. Сонда жай тиіп кеткен екен да. Маған айтады, кім айтты дейді. Мен емес айтқан, мен жаттап алған адаммын, мен тек. Сыпыра айтқан дедім. Сыпыраны тауып бер дейді. Ол 15-ші ғасырда өмір сүрді. Не істейсіз десем, ол сотқа беремін дейді. Көрдіңіз ба? Мына қазақ қоғамы ата бабамыздың айтып кеткен сөздерінен бейхабар. Хабары жоқ. Ол кімнің қай жерде айтқанын ештеңе білмейді. Соны мен тек ана бабалардың сөзін жаттап алып, мен жеткізуші ғанамын. Мұқағали Мақатаев айтады ғой, қазақтың сөзін шапан жауып, бөрік кигізіп, өзіне қара сөзін өзіне қайтарамын дейді. Тап сол секілді мен сол бабалардың сөзін бар майдан қыз суырған кешегі Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Қамбар батыр, Еңліктің кебек, Қырымның 40 батыры, жаңағы Қорқыт баба, Асан қайғы, Үмбете жырау, Сыпыра жырау, Балық базар, кешегі өткен бабалардың әрқайсысын 7 ғасыр жырлайды, бабалар аманатының барлығын жаттап, бүгінгі қазаққа жеткізіп жүрген қазақпын.